Табан тірек қимыл жүйесінің ең көп күш түсетін бөлігіне жатады. Құрылымының ерекшеліктеріне байланысты сау табан 70%-ға дейін түрлі ауыртпалықтарды көтере алады. Табан жүру мен жүгіру кезде аяқ буындарына және бүкіл денеге күшті бірдей түсіретін тірек функциясын атқарады. Негізі сау адамның табаны ойық болып тұруы керек. Ойық денедегі бүкіл күшті реттеуші десек те болады. Спортпен айналыспайтын, бір қалыпта отыра беретін, артық салмағы бар адамдар немесе жұмысында тікеден тік тұратын адамдар бүкіл күші табанға түседі. Ал табанды барша салмақпен төбесінен басқан соң ол жалпая түседі. Міне осылайша жалпақтабандылық пайда болады. Оны кейде майтабан деп те атайды. Майтабан уақыт өте келе дене мүсінін бұзады, табан сүйектерінің деформациялануына және омыртқа ауруларына әкеліп соғады. Майтабанның тағы да негізгі себептеріне кальций мен Д дәруменінің жетіспеушілігі, дұрыс таңдалмаған аяқ киім, биік өкше, жүктілік жатады. Майтабандылықтың алдын алу, аяқтың ұшын тік бағыттап жүру, әйтпесе табанның ішкі жағына және буындарына күш түседі. Аяққа көп күш түсірмейтін жұмыс таңдаған абзал. Көп тұрған немесе жүрген кезде демалу, аяқ киімді дұрыс таңдау, өкшесі 4 см-ден биік болмау керек. Бос уақытта аяқты кем дегенде 30 секунд демалту, аяқ ваннасын жасау, табанға жылы суық суды кезектесіп құя отырып уқалау өте пайдалы. Шектен тыс күш түсірмеу. Басы дөңгелек аяқ киім таңдау. Аяқ пен аяқ киімнің арасы кем дегенде 1 см қашықтықта болуы керек. Балалар майтабандылығының алдын алуға бірнеше кеңестер. Жаз мезгілінде балаларды жалаң аяқ шөп жерлерде, құмда, малта тастарда, ал қыста шашылған бұршақ үстімен және арнайы уқалау төсеніштерден жүргізген пайдалы. Күз және қыс мезгілінде туылған балаларға және күннің көзі жеткіліксіз кезде рахиттің алдын алу қажет, яғни D3 дәруменін жеткілікті пайдалану маңызды. Аяқ киімнің артқы жағы қалың, ал алдыңғы жағы жабық әрі бақайлар қысылмайтындай жалпақ болғаны дұрыс. Өкшесі 1-1,5 см және табиғи материалдан жасалуы керек. 5 жасқа дейін табан буындарын тұрақтандыратын аяқ киім кию ұсынылады. Бала шектен тыс спортпен шұғылданбаған абзал. Барлық жүктемелер баланың жасына және тірек қимыл аппараттарының даму деңгейіне сәйкес келуі керек. Аяқты уқалау. Үйлестірілген тамақтанудың пайдасы зор, яғни түрлі дәрумендерге, әсіресе кальцийге бай тағамды тұтыну қажет. Мына спорт түрлеріне басымдық беру ұсынылады. Бассейнге бару, су гимнастикасы немесе жүзу, велоспорт, шаңғы тебу, таза ауада серуендеу, секіртпемен секіру. Үй жағдайында жалпақтабандылықты анықтауға болады. Ол үшін кез келген крем және бір парақ қағаз алып, табанды креммен майлап қағазды басу керек. 1 минуттай түзу тұрсаңыз, қағазда із қалады. Із арқылы жалпақтабандылықтың белгісін анықтай аласыз. Қалыпты жағдайда табанның ішкі жағында табанның үлкен бөлігін алатын ойық болады. Егер ол ойық болмаса, немесе ол өте жіңішке болса, онда ол жалпақ табанды білдіреді. Жалпақ табандылықтың алдын алу үшін үнемі мына жаттығуларды жасауға болады. Аяқтың ұшымен тұрыңыз. Аяқтың ұшымен өкшеге қарай сырғанаңыз. Табаныңыздың сыртымен тұрыңыз. Табиғат аясында жүргенде дымқыл шөпте, таста жалаң аяқ жүруге тырысыңыз. Жүрісіңізге назар аударыңыз. Аяқты қатар қоюға тырысыңыз. Ал жүрген кезде табанның сыртын сүйеніңіз. Орындықта отырып, аяқ саусақтарын бөгіп жазу 10-15 рет. Орындықта отырып, аяғымызбен қағаздарды жинау 2-3 минут. Аяғымыздың астына бутылка қойып, оны домалату, табанымызбен домалату, және де теннис топтарында табанымызбен домалатуға болады. Аяқтың ұшымен 5 секунд тұру, кейін өкшемен 5 секунд тұру. Бұны 10-15 рет қайталау керек. Аяқ жаттығуларынан бөлек қосымша кеңестер.
арнайы ортопедиялық аяқ киім кию, жалаң аяқ құмда және шөпте жүру, және де аяқ ваннасы, аяқты уқалау. Егер май табандылық мазаңызды ала берсе, ортопед дәрігерге қаралған жөн. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.